Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Өмірде болған оқиға. Айлен әкесінен әрдайым қорқатын. Ол қорқынышын айқайдан емес, үнсіздіктен басталатын. Үйде бәрі тыныш болатын. Тым тыныш, сағаттың тықылы ғана естіледі. Ал әкесі креслода отырып, ештеңе демей қарайтын. Сол көзқарас кез келген ұрғаннан да ауыр еді. Айлин ол кезде 12 жаста болатын. Анасы түнгі ауысымға кеткен, үйде тек екеуі. Бөлмеңе бар, деді де әкесі жай ғана даусын сыбырлап, сол сыбырлап Айлиннің іш мұздап кетті. Түн ортасында есік сықырлап ашылды. Айлин көзін жұмып жатты. Ұйықтап жатқандай көрінуге тырысты, бірақ матрас батты. Біреу отырды. Үндеме, деді әкесі. Сол түні Айлин балықпен қоштасты, ал әкесі әке болудан. Айлин ешкімге айтпады. Анасы сенбес еді. Мұғалімдер көрмеді, ал әкесі әрдайым күлімсіреп жүрді. Қызым мені қатты жақсы көреді, дейді ол. Айлин өскен сайын қорқынышта өсті, бірақ бір күні ол қашып кетті. Басқа қалаға, басқа өмір, аты да өзгерді. Ол стюардесса болды. Себебі аспанда жүргенде жердегідей алыс еді. Әкесі оны жылдар бойы іздеді, ал бір түнде Айлин хабарлама алды. Мен сені таптым. Келесі күн әкесі оның рейсіне билет алды, ал Айлин кеш білді. Ұшақта 12 ер адам болды. Солардың бірі әкесі. Ол бірден таныды, ал әкесі жымиып отырды да Айлин әкесіне жақындамауға тырысты, бірақ ол өзі шақырды. Су әкелші қызым, деді сыбырлап. Айлиннің қолы дірілдеді. Мені қызым деп атауға құқығың жоқ, деді ол. Әкесі күлді де қарап, сен бәрібір менікісің. Сол сәтте Айлин бәрін түсінді. Ол бұл рейстен тірі шықпайтынын. Айлин қызметтік бөлмеге кірді де есікті жапты, бірақ кеш еді. Артынан есік ашылды да, қашпа, деді әкесі. Бұрын да қашпадың ғой. Айлин айқайлады, бірақ ұшақтағы шу бәрін жұтып қойды. Ол күресті, тырнады, бірақ әкесі күштірек еді. Сен мені масқара еттің келді, деді ол. Енді ешкімге ештеңе айтпайсың. Ол Айлинді қолымен қылқындырды. Айлин соңғы демінде сыбырлады. Мен енді сенен қорықпаймын. Айлиннің өлімін жұмбақ жағдайда деп жапты. Әкесі жылап, қайғы жұтқан ата болып көрінді. Бірақ сол түннен кейін ол ұйықтай алмады. Түнде біреу бөлмеге кіретіндей болатын. Төсегіне біреу отыратын. Үндеме, дейтін дауыс. Айнада өзінен басқа Айлиннің көздері көрінетін. Ал бір таңертең әкесі өлі күйінде тапты. Мойнында көгерген іздер. Ал айнаға саусағы менен жазылған бір ғана сөз болды. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.